Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте керемет, әрі дәмді, әрі тез дайындалатын корей тағамы удон пісіреміз. Ең алдымен етімізді осылай ұзынша соломка етіп турап, үстінен соевый соус қосып, тұз, перецімізді қосып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін осылай пияз, сәбіз, осы видеода көріп тұрғандағыңыздай бұрышты, тәтті бұрыш барлығын соломка етіп турап аламыз. Жарты сағат қойып қойған етімізді табамызға салып, жақсылап осылай қуырып аламыз. Оның үстіне сәбіз, пияздарымызды салып, оларды да жақсылап араластырып, сарғайғанша 5 минут қуырамыз. Үстінен тәтті бұрышымызды қосамыз, оны да жақсылап қуырып, одан кейін осылай пекинский капуста, егер болмаса салат жапырағын қоссаңыздар да болады, оларды да турап, осылай үстіне қосып 5-10 минут қуырып аламыз, барлығын жақсылап араластырып. Енді мен осындай лапшаны пайдаландым, оны суға кәдімгідей тұз салып, қайнатып 5-10 минут пісіріп аламыз. Пісірген лапшамызды осылай қуырған табамызға салып, үстінен соевый соус құйып, оны да 5 минут араластырып қуырып аламыз. Үстіне осылай әдемілеп күнжіт сеуіп жесеңіздер болады, өте дәмі керемет, жасап көріңіздер.